Сәлем менің тұрақты көрермендерім. Мен сіздерге алдыңғы сабақта уәде еткенімдей CapCut'та шаблондарды жинауды көрсетемін, сабақ түсіремін деген едім. Ал бүгін біз сол CapCut'та шаблон жинағындағы қателіктерменен жұмыс жасап, соны көрсетемін сіздерге. Алдыңғы сабақта Pinterest'тен фотолар тартқан болатынбыз, иә? Естеріңізде болса. Міне осы фотоларды тартқан едік. Енді осы фотолармен сіздерге жұмыс жасап көрсетемін. Қазір бір фотоны бастап, осы фотоны қараңыздар. Бұл қосып көрген кезінде қысқа ғана тез, иә? Осыған кішкене уақыт қосамыз. Тойға шақыру, музыка қойылған кезінде тойға шақыру деп әдемі уақыт адамдар көріп үлгеру үшін. Енді осыған фото қосу үшін жанымызда оң жақта плюсик тұр, осы плюсикті басамыз. Енді екінші фото алайық екен. Осы жерде мен сіздерге бір қателікті көрсете кетейін. Осы жерде мысал үшін қараңыздаршы, мен мынаны сіздерге мысал ретінде қосып көрсетейін. Иә, енді міне қараңыздар, мен ұлғайттым экранды, қосылды. Енді қараңыздар, мына жерде қалай? Мына жерде мына жерлер ашық тұр, иә? Бұл ең үлкен сорақы қателіктердің бірі. Енді осындай қателіктермен болдыртпау үшін қалай жұмыс жасаймыз? Бұны удалить етіп тастаймыз. Кез келген, мысалы үшін сіз не то басып шығып кеттіңіз, иә? Мына тұрған, мына плейдің қасында тұрған, міне мынаны бассаңыздар, жаңағы обратный шығып кеткен жолыңыз қайтадан келеді. Егер мынаны бассаңыз, артқа қарай жүресіз. Енді плюсикті басып, мен сіздерге келесі нені шаблонды қояйық. Енді бұл жерде де міне қараңыздар, экранды ұлғайтамын. Енді міне бұл жерде де міне экранның жоғары жағы ашық қалып жатыр. Бұндай жағдайда не істеуге болады? Бұндай жағдайда фотоның үстін басамыз, сосын екі саусақпен былай көтереміз. Сонда өзіңіз жылжытып көріңіз, қалай қоясыз? Былай қоясыз ба? Я болмаса мына осындай қоясыз ба? Өзіңіз қалағанша жылжытып көресіз. Міне осындай шаблонды қойып, міне бірдей етіп алдық. Енді міне тексеріп көрейік. Екеуі бірдей, яғни форматтары бірдей болды. Енді бұның да мысалы үшін бұл жерге сөз жазған кезінде қысқа болып қалады. Сол тым қысқа болып қалмау үшін уақытын созып аламыз. Мына жерге бір сөз жазуға міндетті түрде адам оқып үлгеруі керек. Енді екінші шаблонды қосамыз. Келесі шаблонымыз. Енді бұның қателігін көріп алайық. Так, бұл жерде де міне көріп жатсыздар ма? Жиегі қара болып қалды. Енді осы жиекті тоже біз ұлғайтып, жиегін жауып аламыз. Қазір сіздерге екінші жолын көрсетейін. Осы жиекпенен жұмыс жасадым. Міне. Енді осы жиектің артын біз қалай кетіреміз? Төменде холст деген тұрады. Осы холстты бассақ, фон деген тұрады. Осы фонды басқан кезімізде, мына галереяның суреті тұрады, қасында плюсик тұрады. Осы плюсикті басатын болсақ, мына галереядан алдын ала біз ақ суреттер скачать етіп алсақ болады. Соны алып, мысалы үшін сіздерге көрсете салайыншы қазірге. Мысалы үшін мен мына дайын тұрған осы бір фотоны ала салайын. Осы суретті алған кезде мені көрдіңіздер ме? Применить ко всем десеңіздер, барлық осындай қысқа ғана фотоларыңызға, форматы дұрыс емес, қысқа фотоларыңыздың артына осындай фонын ұрылып кетеді. Применить ко всем десеңіздер. Енді маған бұл фото керек емес, сіздерге екінші жолы ретінде көрсеттім. Енді қазір мен бұл суретті қолыммен ұлғайтып, форматын бірдей етіп аламын. Болды. Енді осы фотоны, картинаны кішкене созамыз. Себебі, мысалы үшін қараңыздаршы, мына жерге тойға шақырту, иә? Тойға шақыру деді. Енді мына жерге құрметті қонақтар, құда жекжат деп жазғанда адам үлгеруге. Енді мына жерде сіздерді қызымыз, не болмаса анамыз мерейтойына арналған тойдың қонағы болыңыз деген сөз адам оқып үлгеруі керек. Бұл жерде де тоже үстін басып, екі жиегі көрінеді. Соны кішкене ұлғайтып аламыз. Бұны да осылай қалдырсам болады, әдемі көрінеді. Сорақы, ең жаман көрінетін сорақы қателіктерге жол бермеңіздер, ешқашан жол бермеңіздер ондай қателіктерге. Енді осыны да кішкене созып аламыз. Біздің шаблонымыз дайын болды. Шаблон құрастырған кезіндегі қателіктерге ешқашан жол бермеңіздер. Көрдіңіздер ме? Барлығы навес экран болып, қараңыздар, навес экран болып, барлық жиегі бірдей жүріп жатыр. Енді осының арасына переход ұруамыз, иә? Переход дегеніміз келесі фотодан, бір фотодан екінші фотоға өткен кезіндегі әдемі, қарапайым емес, керемет бір слайд түрінде өткенді переход деп айтамыз. Переход қоюды келесі сабақта көрсетемін. Сабағым сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, және де менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Осы түсінікті уақыттарыңызды алмайтындай етіп, қысқа CapCutпен жұмыс, шақырту жасаудағы ерекшелік жұмыстар, соның бәрін қысқа етіп түсіріп салып отыруға уәде беремін. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет.